Қаламызда көрнекті мемлекет және қоғам қайраткері Дінмұхамед Ахметұлы Қонаевтың өнегелі өмірін ұлықтауға арналған тағылымды кеш өтті. Ұлттың ұлы биігі Қонаев тақырыбында ұйымдастырылған рухани шара ұлы тұлғаның терең ойлары мен асыл қасиеттерін жас ұрпақ санасына сіңіруді мақсат етті. Дінмұхамед Қонаев Қазақстан тарихындағы елеулі тұлға. Тәуелсіздік үшін күрес жолында еңбегі өлшеусіз, ел үшін жанын аямаған батыр азамат. Осы орайда кемеңгер тұлғаның атындағы кітапханада арнайы іс-шара ұйымдастырылды. Кеш барысында Қонаевтың ел дамуына қосқан еңбегі кеңінен дәріптелді. Даналыққа толы тағылымды кездесу қатысушыларды терең ойға жетелеп, тұлғаның биік рухын сезінуге мүмкіндік берді. Басқосу мазмұнын байытқан маңызды сәттердің бірі Алматы қаласында орналасқан Дінмұхамед Қонаев музейіне жасалған онлайн экскурсия болды. Экскурсия барысында оқушылар музей ішін виртуалды түрде аралап, Қонаевтың өмірі мен қызметіне қатысты құнды деректермен танысты. Бүгін кітапханамызда оқушыларды, оқырмандарды жинап, мұғалімдер мен кітапхана қызметкерлеріне арнайы тағылымды кешіміз ұйымдастырылды. Бұл кешке 59 мектеп оқушылар менен Айша биби орта мектебінің оқушылары қатысты. Бұл іс-шарада өзіміздің Қонаевтың даналық сөздерінен өзінің даналық сөздерін жазып шыққан Айерке Серікқалиқызының өзінің жеке кітапшасы да таныстырылды. Іс-шараға белсене қатысқан оқушылар Қонаевтың өмір жолына арналған өз шығармашылық жұмыстарын ала келді. Олар дайындаған шағын кітапшалар, арна өлеңдер мен жүректен шыққан ой толғамдар жас ұрпақтың ұлы тұлғаға деген құрметін айқын көрсетті. Іс-шара өте қызықты өтіп жатыр. Іс-шарада Дінмұхамед Қонаев атамыздың Алматыдағы Қонаев музейімен таныстыруда өте қызықты. Оқушылар Дінмұхамед Қонаев атамыздың өлеңдерін оқып, және де өздерінің жазып келген өлеңдерін оқып, ғылыми жобалармен таныстырылды. Кеш соңында ұлы тұлғаның мұрасымен музей арқылы жүздескендей әсер алған оқушылар рухани байыды. Осындай мазмұнды шаралар жас ұрпақтың тарихи санасын қалыптастырып, ұлт тұлғаларына деген құрметін арттырар сөзсіз. Мөлдір Аманбай, Ләйла Бақытқызы, Нұрбол Қыстаубек, 24 Ньюс.